Жазға арналған әдемі юбка тігіп көргіңіз келеді ме? Онда видеоны соңына дейін көріңіз. Қыздар, бізге керекті заттар. Ең алдымен лекаламызды дайындап аламыз. Ол үшін мен 44 размерді өзіме лайықтап шығарып алдым. Және юбкасын шығарып алдым. Юбкаға резина алдым. Сосын мына жерде мен лем матасынан, мынандай лем матасынан 3 метр алдым. Және түстесіп, мынандай жіңішке резина кофтаның қолына, және мына резинамыз біздің юбканың беліне. Сосын кофтаның артына замок қоямын деп шештім. Соған осындай қыбы замок алдым. Қыздар, енді біз юбканың лекаласын құрастырамыз. Оны да кофтаныкіндей мына 1, 2, 3 деп құрастырып шығамыз. Мына жерден мына жақ қойайын да. Мынаны қойып, мынау қайшыны қырқып тастаймыз да, мына жерін бір-біріне біріктіреміз. Бір-біріне біріктіріп, дәл осылай құрастырып аламыз. Міне біз юбкамыздың лекаласын құрастырып алдық. Дәл осындай болады. Мынау үст жағы, мынау бізде резинка қойылатын жағы. Мына жері скиппен. Мына жері астар ғой. Мынаны ортасынан бөлсек, бізде астар болады. Ол үлкен болғанда мынандай болып көрінеді. Енді осыны қайшымен қиып шығамыз. Сосын мата бетіне басып пішіп аламыз. Оны да көрсетемін. Қыздар, ең алдымен юбкадан бастаймыз. Ол үшін юбкамызды осылай дайындап алдым. Және мына жерде бізде 6 деген тұр. Мына количествода осыдан бізге 6 керек. Алдынан 3, артына 3 болады. Сборкаға жиналған кезде үлкен болып тұру үшін. Дәл осылай матаның мынау проймасын осылай қоямыз да. Мына оң жақ бетіне, оң жақ бетін қойып, осылай юбкамызды тікеден қойып кесіп аламыз. Міне біз юбкамызды да қырқып алдық. Міне ұзына бойы қырқып шықтым. Юбкамыздан бізден дәл осыдан, міне дәл осыдан бізден 6 болу керек. Мен астына 10 см қосып қырықтым. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алдыңғы бойға 3 кетеді, артқы бойға 3 кетеді. Және мына жерде белдігі мына жағы сгиппен болады. Мына жағын ұзына бойы қырқып аласыздар. Дәл осылай юбкасын қырқып аламыз. Мен астына лекалаға тағы 10 см қосып қоямын. Сіздер қоспасаңыздар болады. Дәл осылай шықты міне. Енді осыларды құрастырып тігіп бастаймыз. Астарлықты мына сызық бойынша тағы 6 кесіп, мына сызық бойынша істесеңіздер болады. Немесе мынаны алдыңғы 3 бөлігін бір-біріне құрастырып алғаннан кейін, осы сызық бойынша былай айналдырып өтіп, астарлық қырқып алсақ болады. Менде 3 метр матадан қырықтым. Қазіргі двойканы астын үстін 3 метр ровно ғана жетті. Маған 44 размерге. Егер сіздерде юбканың астарын дәл осы матадан істейтін болсаңыздар, сіздерге тағы қосымша алу керек. Мен юбканың астарын басқа матадан істейтін болдым. Мына жерден мына екеуін алып, бір-бірінің үстіне қойып, мына оң жағы мен мына оң жағы екеуін қойып, мына жерінен ұзына етіп тігіс түсіріп шығамын. Мына жерінен ұзына етіп, басына дейін тігіс түсіріп шығамын. Сосын оверлоктап аламыз. Әр тігісті оверлоктап отырамын. Міне біз мына екі күлтешені бір-біріне жалғап алдық. Енді үшіншісін жалғаймыз. Үшіншісінде дәл солай жалғасақ болады. Міне оң жағына. Мына бізде етек жағы, мынау бізде бел жағы. Міне оң жағын оң жақ бетіне беттестіріп аламыз да. Енемен қадап, ұзына бойы тігіс түсіріп, сосын оверлоктап шығамыз. Артқы бойды да дәл осылай бір-біріне жалғап, ұзына бойы тігіс түсіріп, оверлоктап аламыз. Алдынан 3 кетеді, артынан 3 кетеді. Мынандай күлтешеден алдына 3, артына 3. Міне 3-ін бір-біріне құрастырып тігіп алдым. Алдында, артында бөлек-бөлек 3-ін тігіп алдым. Енді біз бұған қалта тігеміз. Міне мына жерден 5 см алып, жоғарғы жағынан, одан кейін мына жағынан 2 см алдым. Бұның бәрі лекалада негіз көрсетіліп тұрады. Мынау арасы 1 см. 1 см. Енді осыны былайнан тігіс түсіріп шығамын. Мына жағынан мына жағынан бетіп тігіс түсіріп шығамын. Мынау бізде оң жақ бетінде, юбканың оң жақ бетіне, қалтаның оң жақ бетін екеуін бір-бірінің үстіне қойып, осылай мына жерін тігіп аламын.
мына қалтамызды былай айналдырып тігіп алғаннан кейін кішкене мына екі шетінен тігіске жеткізбей қырқамыз. Сосын бұны былай аударамыз. Осы жерінен аударып, мына жеріне үтік басып шығамыз. Міне осылай қалтамызды тігіп алдық. Енді осыған екінші бөлігімізді алып келіп үстінен қойып, мына жерінен кішкене 0,5 мм-ден былай тігіс түсіріп, мына жерінен былай тігіс түсіріп алсақ, қалтамыз жылжып кетпейді. Осы жерлерінен тігіс түсіріп алайық. Сосын мына қалтамызды айналдырып тігіп, аберлок салып аламыз. Мына жерінен айналдырып, аберлок салып аламыз. Сонымен біздің қалтамыз почти дайын болып қалды. Мына біздің қалтамыз дайын. Жағынан осылай көрінеді. Мына жеріне қол беймәлал кіріп шығады. Енді екінші жағына да дәл осылай қалта тігіп аламыз. Қалтамызды тігіп алғаннан кейін біз юбкамыздың екі жанын қосатын боламыз. Осы жерден ұзына бойы тігіс түсіріп аберлоктап аламыз. Осы жағынан да, мына жағынан да дәл солай ұзына бойы тігіс түсіріп шығамыз. Мына белдігіміздің мына жағынан бір тігіс түсіріп аламыз, мына жағынан бір тігіс түсіріп аламыз. Мына арасына резинканы салып, мына жерде менде жіңішке резина, жұмсақ болсын деп осындайды қойып жатырмын. Қаттырақ болсын десеңіз, бұдан жалпақтауын қойсаңыз болады. Мен лекалада негізі жалпақ резинаның мөлшерімен істегенмін. Енді осы жерден резинаны тігіп кетпей, осыны айналдырып тігіп шығамыз. Міне біз резинаны тігіп алдық, дәл осылай шықты. Мен резинасын бостау қылып істедім. Сіздер өздеріңіз қалаған неде істесеңіздер болады, қалыңдықта істесеңіздер болады. Мен резинамның көлемі де кішкентай болды, сол үшін осылай шықты. Енді біз мына жерін, бел тұсын сборкаға жинап шығамыз. Алдын, артын бәрін сборкаға айналдырып тігіп шығамыз. Беспен, одан кейін сборкаға жинаймыз. Айналдырып сборка жасап аламыз. Мен бұл жерде қатты сборка жасап жүрдім, ол кеткен кезде басқаша көрініп қалды. Сол үшін резинаның көлеміне байланысты сборка жасайсыздар. Беліміздің көлемі мен резинаның көлемі екеуі бірдей болу керек. Соған қарай сборка жасаймыз. Қатты сборка жасап жүрмейсіздер. Кішкене ғана сборка жасаймыз. Міне біз юбкамызды сборкаға мынаның размеріне қарай жинап алдым. Енді осыны бір-бірінен біріктіріп шығамын. Мынау жанындағы тігіспен, мына жанындағы тігіс екеуін бірге булавкамен қадап аламын. Артық жерлері болса кейін қырқып тастасақ болады, немесе аберлоктап жатқан кезде қырқып тастасақ болады. Мына жанында дәл солай. Сборка қатты болып кеткен жерлерін қолдарыңызбен тарқат жүресіздер, чтобы сборка бәрі тегіс жайылу үшін. Осылай қадап алдық. Енді мына дәл ортасын. Дәл ортасын қадап, белін тартып отырып, резинаны тартып отырып, сборканы айналдырып, инемен қыстырып шығамыз. Міне біз айналдырып, инемен қадап шықтық. Енді осыны осы жерінен тігіп шығамыз. Егер сіздер астар қосатын болсаңыздар, мына астардың мына оң бетімен мына жағына резина бетке осы жағынан қойсаңыздар болады. Былай көрсетейін. Мынау астар болса, мына астарды дәл осылай қоямыз. Сонда кейін аударылған кезінде біздің мынау аберлогымыз көрінбей тұрады. Сонда осылай тұрады. Сол үшін астарды осылай қосып жүрсеңіз болады астынан. Менде қазір астар жоқ, сол себепті астар қосамаймын. Астарсыз тігіп жатырмын бұл юбканы. Міне тігіп алдық. Енді мынаны оң қаратайын.
оң қаратқан кезде біздің юбкамыз осылай шықты. Енді мына бетін, мына тіккен бетімізді оверлоктап алсақ болады. Мына жерін оверлоктап алсақ әдемі көрінеді. Одан кейін біз етегімізді де оверлоктап 1 сантиметрге қайырып қоямыз. Сонымен біздің юбкамыз дайын. Манекендегі түрін қазір саламын. Қыздар, біздің юбкамыз дайын болды. Дәл осындай юбканы тігіп үйренгіңіз келсе, дайын лекалас керек болса, маған инстаграмға немесе ватсапқа жазсаңыз болады.